Сонымен достар, біз жолға шықтық. Енді алдымызда шамамен 10 км өттір. 10 км-ден кейін Құмсай деген ауылға тоқтап, электр самокатымды зарядтап алатын боламыз. Ал кеттік. Өкінішке орай аудан жел соғып тұр. Круиз контроль қосып ойын. Шамамен 16 км сағатына жүрсек. Достар, мінекей Құмсай деген ауылға 8 км бар, ал Қаратоғай деген ауылға 28 км бар. Оның айтқан сөздері жаныңды жылытады. Оның қара көздері бұл әлемді ұмыттырады. Жүзі оның әдемі күн шуағынан жаралған. Оның маған әсері тұла бойыма тараған. Көлік келе жатыр, бір-бірімен жарысып келе жатыр. Маған сәл оңға шығу керек. Сәл оңға шығу керек, өйткені қауіпті. Көрдіңіздер ме? Алдымнан ұшып өтті. Мына көлікте алдымнан ұшып өтті. Мына көлікте астынан ұшып өтті. Өте қатты. Бірақ бұның бәрі сіздер үшін көрермендер. Негізгі мақсатым, достар, менің Ақтөбеге дейін жету ойым бар еді. Алайда мұндай көліктерден кейін мен Ақтөбенің жолына шығуға жүрегім батпайды. Бәлкім алдағы уақытта, бірақ әлі емес. Мінекей мәйіт жатыр. Яғни бұл жол қауіпті деген сөз. Сақтанады. Сақтанып жүрген дұрыс болады. Ал достар, оңға бұрылайық. Жол жай айтқанда нашар. Мұндай жолды мен ұнатпаймын. Өйткені дөңгелек жарылып кетуі мүмкін. Бірақ та басқа амал бар ма бізде? Құммен жүре алмаймыз, өйткені дөңгелек өте кішкентай. Осындай жолмен ғана жүруге тура келеді. Ал достар, мінекей тура жүреміз. Мінекей бірінші үйге кіріп тұрмын. Осы үйге кіріп электр самокатын зарядтап алып тұрайыншы. Рұқсат бере ме екен? Жеттік. Асың. Қалай жеттің де? Қиын болды. Қаратоғай бара жатыр едім ғой, электр самокатпен. Электр самокатпен Қаратоғай бара жатыр едім ғой. Жете аласың ба не? Это жету үшін электр самокатын зарядтап алсам ба ма, жарты сағатқа ма? Жарты Аха. Тоқ қайда бар, тоқ? Жете бар. Аха, сәл. Жете бар? Жетуі тиіс негізі қазір. Бір 100-ге дейін толтыра алсам. Аха, 65%. Нормально. Сонымен достар, самокатымды зарядке қойдым. Біз құр отырмай тамақ жеп алайық. Алдымызда өйткені самокат зарядтау үшін шамамен 1 сағат керек. Қолымда қазір жеке деген бұқтырылған еді. Соны ашып көрейік. Сонымен достар, мінекей. Жалпы
Жалпы жақсы негізі ше. Жеуге болады. Татып көрейік дәмін. Өте дәмді. Өте дәмді. Көбеледен еш кемшілігі жоқ. Жеуге болады жалпы. Ас ішіп жатқандарың болса, ас болсын. Мен тағы да бір ас жеп көрейік, мінекей шыны ет. Көп тұрамыз ағай. Сонымен достар, мінекей жеп болдым. Жалпы дәмі жақсы. Бекерден бекер кетпей, мысқа берейік. Кіс. Ал достар, самокатым әлі де зарядталып жатыр. Не бары 65% қалды. 1 саат отырмын, 1% толған жоқ. Оған себеп электр самокатымның зарядкасы қызып кеткен. Әлде де бір 20 минуттай отыра тұрам. Сосын жолымызды жалғастыра береміз. Әлде мысықпен ойнай тұрамыз. Сонымен достар, самокатым 1% зарядталған жоқ. Ал байқап тұрғандарыңыздай күн уже батайып тұр. Сол себепті мен жолға шыға берем, өйткені түн батпай тұрып, өйткені менде самокатымда қорғаныс светтері жоқ. Сол себепті жолға шығамыз, тағы кеттік. Достар, мінекей өкінішке орай батареям не бар 65% толды. Маған өкінішке орай жолға шығу керек. Ал жолға неге тұр? Бекер соқтым өкінішке орай, өйткені самокатым ысып кеткенін мен елемеппін. Ал енді бұйырса тезірек жолға шығып, күн батпай тұрып, Қаратоғай ауылына жетіп алу керек. Және де міндетті түрде скоросты жай ұстау керек, бір сөзбен айтқанда. Өйткені жете алмай қалуым әбден мүмкін. Достар, мінекей асфальтқа жеттім, жаяу жеттім әрине. Өйткені самокаттың зарядкасын үнемдеу керек. Бізде қалғаны 65%, алдымызда 18 км тұр. Кеттік. Скоросты мықтатты көтермеймін, өйткені зарядкам өте аз. 15 км сағатпен жетеміз. Кеттік. Достар, 12 км сағатына қойып қойдым. Бұндай скороспен біз бұйырса 1 саатта жететін боламыз. Ал бұйырғаны көрейік енді. Тым дей алмаймын, өкінішке орай, тым дей алмаймын. Жетеміз бе, жетпейміз бе? Еке достар, ChatGPT'ден кеңес сұрап жатырмын. Жете аламын ба деп. ChatGPT'ден айтуы бойынша мен жете алады екенмін. Алайда самокатқа 3 жыл болған ескеру керек. Эко деген режиммен келе жатырмын мінекей. Ал сәт сапар маған. Асықпай келе жатырмын. Жан жағымда кілең кен байтақ жеріміз. Аңсаған аппақ арманым, орманым менің бұл жаным. Өзіңе мені әкелер, әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса керемет, жанымды нұрға бөлемек. Өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін биік мұң. Мына әлемді сүйіктетші, сүйікті етші. Сүйікті етші, сүйіктім. 30% зарядкам кетті. Енді алдымда 8 км тұр. Қалай ойлайсыздар, жетем бе екен? Құдай
Құдай-ау. Алдымда ешкім бітті білі. Сонымен достар, сәт кім 20% қалды. 19% қалды. Оставший ход 2,5 километр, ал маған 3,5 километр жүру керек. Бұл қалайсы болғаны? Соңғы проценттер жай жүре ма, білмеймін, бір түрлі болып тұрмын енді. Әрең келе жатырмын, әрең. Şu көтеріліп келе жатырмын, не болмайды. Не істейміз. Сонымен достар, самокатым өшті. 2 километр жете алмай қалдым, өкінішке қарай. Қазір енді ары қарай көлікпен жетуге тура келеді. Сонымен достар, біз Қаратоғай ауылына өкінішке қарай жете алмай қалдық. Сәл қалып мінекей, қарасаңыздар, сәл қалды. Бар жоғы 2 километр жетпей қалдық. Әне алыста тұр. Самокатымның светі қосылғанмен де зарядкасы 0. Қазір ары қарай не істейміз? Шеше жатармыз.